Сәлем баршаларыңызға. Сіздерге бүгін өте керемет, нежный, әдемі, дәмді шығатын пастамен бөлісемін. Оны біз грудкадан жасайтын боламыз. Керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай грудинкамызды турап аламыз да, оған бұрышымызбен тұзымызды сеуіп, жақсылап екі бетіне де аударып, жақсылап сеуіп шығамыз. Өте тез дайын болатын тағамның түрі. Екінші жағында аударып, оған да тұз, бұрыш сеуіп алдым. Одан кейін 2 дана пиязымызды майдалап турап аламыз. Сосын қызып тұрған табамызға сары майымызды осылай ертіп аламыз да, оған грудинкаларымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Грудинкамызды қуырып алдық. Енді оны біз арнайы сүзіп алатын боламыз. Және де сүзіп алғанның үстіне тағы да сары майымызды қосып, жаңағы пиязымызды қып-қызыл әдемілетіп қуырып алатын боламыз. Оның үстінен бір чесногымызды жақсылап үңгіштен өткізіп, оны араластырып қуырып аламыз. Содан соң оған сливкимізді құямыз. Менде 470-тік сливки болды, яғни 10%-тік сливки өте жирный болады. Оған 2 стакандай сүт құйдым мен. Сосын грудинкамызды жаңа қуырып алған салып, астын баяу етіп қоямыз. Оның арасында қайнап тұрған суымызға пастамыздың жаңағы өзін саламыз. Менде осындай іріленген паста. Онымыз пісем дегенше жаңа қайнап тұрған немізге үкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Жақсылап қоюланғанша баяу етті жаңа қайнатып аламыз. Міне біздің пастамыз пісті. Енді екеуін бір-біріне біріктіреміз. Паста өте дәмді шығады. Достар, жаңағы ресторандағыдай пастадан кем емес, өте керемет, дәмді шығады. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді дәл осы рецептпен істеңіздер. Сіздерге ас болсын. Үстіне көк немізді қоссаңыздар, осылай көркіне көрік береді.